Бойы қарсыласқа қарағанда әжептәуір ұзын екен. Дегенмен жасы 10 жас айырмашылық бар қос спортшының. Жас айырмашылығы. Сонымен алғашқы раунд, мінекей алғашқы соққы. Қазір шынымен де қырғыз боксшының аяқ қолы ұзын, арақашықтықты барынша ұстауға тырысатын аңғарып отырмыз. Дәл осы тұста 39 жастағы Абдулазиз Матазимов бір соққы өткізіп алды. Жақын арақашықтықта мінекей ішке және басқа көтерген соққысы. Дегенмен бұл соққының бәрі қорғанысқа тиюде. Спортшылар құдды бір спаррингте жүргендей әзірше бір жойқын соққыларын тартуға асығар емес. Ішке мінекей оверхенд. Дәл сондай соққымен қырғыз спортшы жауап қатты қазір. Алты раундқа жоспарланған жекпе-жек, қадірмен көрермен. Алғашқы раунды қазір аса бір жарқын дей алмаймыз. Мінекей алдын болмен құлаштай ұрған соққысы Абдухалықтың. Дегенмен бұл соққының бәрі әзірше бір қауіп төндіретіндей соққы емес. Алдыңғы қолмен жасаған соққылары өзбек боксшысының басым бөлігі қорғанысқа тиді. Мінекей ішке және басқа және ішке сериялы соққысы. Бұл жекпе-жек 6 раундқа жоспарланған, сондықтан спортшылар әзірше асығуда жөн көріп тұрған жоқ шығар. Алда 5 раунд бар. Соңғы раундқа шамасы күштерін сақтап жүр. Мінекей тамаша сериялы соққысы. Бұл жерде бүйірге жақсы дарт алды Абдулазиз Матазимов. Ағыда шабуылда өзбек боксшысы. Абдулхак Кошалиев қазір екінші номермен қарсыласының қателігін күтіп жүргендей. Мінекей әзірше соққы дартуға асығар емес. Соңғы секундтар. Алдыңғы қолмен жасаған соққысы өзбек боксшысының дегенмен аса бір жойқын емес. Алғашқы раунд. Дамы и господа, напоминаем, что турнир РД Промоушен проходит при поддержке нашего генерального партнера украинской компании Алимбет. Ну что ж, друзья, посмотрели вы первый раунд поединка, который встречаются боксеры из Кыргызстана и Узбекистана Абдулазиз Матазимов и Абдулхалк Кошалиев. Сейчас режиссеры трансляции показывают нам наиболее интересные моменты из первой трехминутки. В целом же поединок рассчитан на 6 раундов. Напомним, что турнир по профессиональному боксу организован компанией РД Промоушенс, молодая казахстанская организация, которая занялась проведением турниров среди боксеров-профессионалов и делает это очень успешно. В прошлом году и в этом году компания провела несколько великолепнейших турниров, которые были показаны в эфире телеканала Спорт Плюс Казахстан. Ну, я думаю, что это только начало, и в дальнейшем компания будет нас удивлять блестящими ивентами и, конечно же, радовать титульными поединками. Ну, видим мы такое преимущество сейчас в росте у Кушалиева, боксера из Кыргызстана. Но, несмотря на это, Матазимов прямо на целую голову, наверное, ниже своего соперника. Тем не менее, он идет вперед, пытается атаковать, разорвать дистанцию поединка здорово, пробивает по корпусу. Ну, естественно, что
Матазимову было бы некомфортно с дистанции не работать. И Матазим. Да, здесь счет рефери открывает, пускает удар. Матазимов. Конечно же, шанс Матазимова в этом поединке это в ближнем среднем бою. Надо чаще, активнее идти вперед, дистанцию поединка разрывать, поскольку здесь вот у Кушалиева преимущество с дальней дистанции на хорошем. Такой великолепный правый боковой сейчас в его исполнении. Но во втором раунде уже Кушалиев хорошее преимущество заработал за счет вот этого нокдауна, который ему удалось совершить. Хороший такой правый в корпус. И, правда, второе действие там было немножко неаккуратно выполнено с его стороны, но тем не менее такая хорошая. Зажимает сейчас Кушалиев в углу. И это еще второй нокдаун во второй трехминутке. Да, рефери принимает решение поединок остановить. И мы фиксируем победу Кушалиева досрочно на втором раунде, с чем мы его и поздравляем. Я қадірмен көрмен сонымен Абдулхак Кошалиев 4-0. Мінекей екінші раундта тағы да уақытынан бұрын жеңіске жетіп отыр. Ал бұл Абдулазиз Матазимов үшін мансабындағы 15-ші жеңіліс қадірменді көрермен. Біз айттық, Абдулхак Кошалиев бір соңғы раундтарға өз күшін сақтап жүрген шығар деген едік. Расында соңғы раунд емес, екінші раундта мәселенің барлығын шешіп тастады. Сонымен RD Promotion компаниясының мінекей 5-ші турнирі осылайша басталып отыр. Алда бізде кезекті жекпе-жектер күтіп және қызықты текетірестер болады деген сенімдеміз. Қазір бізге ринг анонсары жекпе-жектің жеңімпазын жариялауы тиіс. Естеріңізге сала кетейік, бұл лайт хэвивейт салмақ дәрежесі, яғни жартылай ауыр салмақ дәрежесінде өткен жекпе-жек 79 келіге дейінгі салмақта. Жалпы RD Promoter компаниясы жас талантты боксшыларға көп мүмкіндік және басымдық беруде, оны ескере кеткеніміз жөн. Уважаемые дамы и господа, рефери в ринге Игорь Быков остановил этот поединок во втором раунде на 2 минуте 43 секунде. Тем самым нокаутом победу одержал боец из красного угла Абдулхак Кошалиев. Аплодисменты его сопернику Абдулазиз Матазимов.